Сәлем, бүгін осындай шах палаудың оңай жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге болып жасап көріңіздер. Осылай шашылып, өте дәмді шығады. Қарсы алыңыздар. Бірінші сәбіз, пияз, етімізді турап, дайындап аламыз. Сәбізді әдеттегі палаудан сәл аздау аласыздар. Етті осылай бөлшектерге бөліп турап аламыз. Қатты майда қылмай, үлкендеу қылып. Бәрі дайын, енді қуыруға кеттік. Бірінші пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне етімізді саламыз. Екеуін бірге жақсылап қуырамыз. Ет қуырылып жатқан кезде мен тұзын салып жіберемін, сонда етім өте дәмді шығады. Одан кейін үстінен сәбізді қосып қуырып, сәбіз қуырылғаннан кейін өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосасыздар. Мен зира және палауға арналған дәмдеуіш қостым. Үстінен 1 стакан қайнаған су құйып, бұқтырып қоямыз. Осындай ұзынша күріштен алыңыздар, сонда әдемі болып шығады. Және еттің үстінен осылай мейізбен өрік салдым. Және кішкене күркума қостым. Қайнап жатқан күріштің үстіне де кішкене күркума қосып жіберіңіздер. Ал енді жинақтаймыз. Қазанымызды жақсылап майлап, үстінен осылай лавашты да майлап саламыз. Жақсылап майлағандарыңыз дұрыс, сонда әдемі бұл қызарып, корочка болып шығады. Күрішімізді осылай шетіне орналастырамыз. Асты жағына және шет жақтарына міне көрсетілген. Және оның үстінен етімізді, қуырылған ет, сәбіздерімізді саламыз толықтай. Оның бетінен күрішпен жабамыз. Менің каналыма жазылып, жаңа рецептерді тамашалап отыруды ұмытпаңыздар. Күрішті салып болғаннан кейін бетінен лавашты жауып, оның үстінен қалған майымызбен майлап, қақпақты жауып, 180 градус қызған пеште 1 сағат ұстаймыз. Және шығарғаннан кейін тағы кішкене майды шетінен сеуіп жіберіп, газдың бетіне қойып алсаңыздар, осындай қып-қызыл әдемі корочка болып шығады. Міне қараңыздар, шыққандай керемет. Шашылып, әдемі болып пісті. Осылай жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Менің каналымдағы басқа да рецептерді қарап, тамашалап отырыңыздар. Сау болыңыздар.